Ұршық жасап жатырмын әжеңе. Bilmiyorum. Ұршық дейтін жүнді үйретіп құрал. Мынау соның сабы. Мынау қаңғалағы. Мынау мұрындығы деген болады. Мынаны бүйтіп өткіземіз. Мен де жасап болып қалдым. Саламыз. Әжеңе апарып бере ғой. Ой, балапаным, осы ұршық керек болып отыр еді маған. Әкеңе рахмет. Үйрендің бе ұршықты? Қалай жасауды білесің бе? Үйрендің бе әкеңнен? Ай, сау бол. Енді бұл ұршықпен мен жүнді үйіріп, жіп қылып, сенің үстіңе жылы кеудеше, аяғыңа жүн шұлық тоқып беремін мына. Әжелер ерген әуелде. Мынау аттың ер тұрман әзілдер дейді. Мынау аттың үстіне жер тоқымды ердің астына салады. Одан кейін тоқым салынады. Мынау аттың ері. Мынау аттың арт жағы. Мынау аттың ер тұрман басы. Мынауын таралғы дейді. Мынау аттың адам аяғына салып отыратын үзеңгі дейді мынау. Мынау деген қамшы деген болады. Мынау 8 өрім қолдан өрілген. Ертедегі ата-бабамыздың қолдан өріп осылай атқа ұстайтын қамшы міне. Мына қалтадағы асық деген болады. Одан мына қанталапай деген қазақтың ертеде ойындары болған. Содан мынандай асыққа қорғасын құйып алып, мынаны қанталапай қан сайлайды ішіне. Сосын мынаған қосып береді де, бүйтіп шашады. О, қанталапай деп бүйтіп жинап алады. Ой, балам, сау бол. Иә, Құдайым,